Здравствуйте, ребята! Добрый день! Урок номер 61. День единства народа Казахстана. Казахстан халқының бірлік күні. Ты научишься понимать содержание прослушанного текста, писать связанные предложения по теме и создавать постер, использовать в письме слова действия. Сен тыңдалған мәтіннің мағынасын түсінуді үйренесің және тақырыппен байланысы бар сөйлемдерді жазуды, постер қорғауды, іс-қимылды білдіретін сөздерді қолдануды үйренесің. Упражнение 1. Прочитай пословицы. Мақалдарды оқы. Сила птицы в крыльях, сила человека в дружбе. Язык дружбы не нуждается в переводе. Дружно за мир стоять, в войне не бывать. Как ты понимаешь эти пословицы? Бұл мақалдарды қалай түсінесің? Құстың күші қанатында, адамның күші достығында. Язык дружбы не нуждается в переводе. Достықтың тілі аудармаға мұқтаж емес. Бейбітшілік үшін біріксек, соғыс болмайды. Упражнение 2. Послушай текст. Мәтінді тыңда. В нашей стране дружно живут и работают люди разных национальностей. Это казахи, русские, корейцы, уйгуры, татары, немцы, украинцы, чеченцы и многие другие. Каждый народ имеет свою богатую культуру. Из поколения в поколение передаются сказания, легенды, традиции и обряды. По-разному рассказывают сказки разные народы. Разные песни поют дети в колыбели. Но всех их объединяет желание жить счастливо, жить в мире и согласии. Они образуют один дружный народ, народ Казахстана. Біздің елімізде әртүрлі ұлт өкілдері өмір сүреді, жұмыс жасайды. Олар қазақтар, орыстар, кәрістер, ұйғырлар, татарлар, немістер, украиндықтар, шешендер және тағы да басқа көптеген ұлт өкілдері бар. Әр ұлттың өзінің бай мәдениеті бар. Ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан аңыздары, салт дәстүрлері, әдет ғұрыптары бар. Әр халықтың өзінің ертегілері әртүрлі айтылады. Әртүрлі өлеңдері бесік жырына айтылады. Бірақ олардың барлығын біріктіретін нәрсе бақытты, бейбіт елде, бірлікте өмір сүру. Және олардың барлығы бір халықты құрайды. Ол Қазақстан халқы. Чем различаются народы, живущие в нашей стране? Что у них общего? Біздің елімізде тұратын ұлттардың айырмашылығы қандай? Қандай ортақ нәрселері бар? Упражнение 3. Объясни, түсіндір. Мәңгілік ел бұл жалпы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Біздің отанымыз бір, ол тәуелсіз Қазақстан. Біздің еліміз бір, тағдырымыз ортақ. Мәңгілік ел общенациональное единство, мир и согласие. У нас одна родина, независимый Казахстан. У нас одна страна, одна судьба. Эти слова из патриотического акта «Мәңгілік ел». Бұл сөздер «Мәңгілік ел» патриоттық актісінен алынған. Как ты понимаешь их смысл? Бұның мағынасын қалай түсінесің? Упражнение 4. Выучи наизусть, жаттап ал. Запиши по памяти текст стихотворения. Өлең жолдарын жатқа жаз. Наш Казахстан родиной стал разным свободным народом. Всех он собрал, семьей назвал под синим большим небосводом. Біздің Қазақстан халқы әртүрлі ұлт өкілдеріне, әртүрлі халыққа отан болды. Және олар барлығын көк аспанның астына біріктіріп, отбасы атанды. Упражнение 5. Вспомни правила. Ережені есіңе түсір. 1 мая – День единства народа Казахстана. Это праздник дружбы, толерантности и согласия. В Казахстане действует Ассамблея народа Казахстана. 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлік күні. Бұл мереке достықтың, төзімділіктің және бірліктің мерекесі. Қазақстанда Қазақстан халық ассамблеясы бар. Прочитай слова, написанные с прописной буквы, почему они так пишутся. Бас әріппен жазылған сөздерді оқы. Олар неге олай жазылады? Упражнение 6. Догадайся, тауып көр. Рассмотри рисунок, какую информацию он несет. Суретке қара, ол қандай мәліметті сақтайды. Можно ли этот рисунок назвать постером? Бұл суретті постер деп атауға бола ма? Упражнение 7. Поисковая работа. Зерттеушілік жұмыс.
Найди в толковом словаре значение слова «единство». Запиши, составь с этим словом предложение. Бірлік деп аталатын сөздің мағынасын сөздіктен қара, жазып ал. Және осы сөзбен бір сөйлем құра. Упражнение 8. Составь предложение, используя информацию. Мәліметті пайдаланып сөйлем құра. Хвича – грузин, Таня – русская, Еляман и Нурбол – казахи. Наргиз – узбечка, Сабина – татарка, Олеся – белоруска. Хвича зажигательно танцует лезгинку. Таня легко танцует барыню. Еляман и Нурбол задорно танцуют қаражорға. Хвича лезгинка биін жандандырып билейді. Таня барыняны жеңіл билейді. Еляман мен Нурбол қаражорға биін бар ынтасымен билейді. Наргиз вкусно готовит плов. Олеся вкусно готовит драники. Сабина вкусно готовит чак-чак. Наргиз өте дәмді қылып палау пісірді. Олеся дәмді қылып драники пісірді. Сабина дәмді қылып чак-чак пісірді. Упражнение 9. Творческая работа. Шығармашылық жұмыс. Создай постер о дружбе народов в Казахстане. Қазақстан халқының достығы туралы постер құра. За основу постера возьми пословицу о дружбе народов. Постердің басшылығына Қазақстан халқының достығы туралы мақалды қолданып көр. Для любознательных қызығушылығы бар оқушыларға Ассамблея народа Казахстана создана 1 марта 1995 года по инициативе президента страны Назарбаева. По его поручению во всех регионах страны созданы дома дружбы. А у вас в городе есть дом дружбы? Организуйте экскурсию туда всем классам. Қызығушылығы бар оқушыларға еліміздің бірінші президенті Назарбаевтың бастауымен 1 наурыз 1995 жылы Қазақстан Халық Ассамблеясы құрылды. Оның бұйрығымен барлық аудандарда достық үйі құрылды. Сіздердің қалаларыңызда достық үйі бар ма? Және болса, сол жаққа экскурсия жасап көріңіздер. Урок окончен. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.